Сәлем қыздар, бүгін мен қысқа арнап қиярды қалай маринадтайтынымды көрсететін боламын. Егер дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, қиярларыңыз ешқашан атылмайды және күтірлеп хрустящий болады. Ең алдымен қияр мен қызанақтарды түгел тазалап жуамыз. Сосын губкаға бір тамшы лок тамызып, банканы да жуып, таза сумен шайып аламын. Егер жуылған қияр мен қызанаққа бір тамшы лук қосып суда 1 минуттай қойсаңыз, түгел бактерияларды өлтіреді. Бүршік суды төгіп, таза сумен шаямыз. Қияр мен қызанақтардың бастарын кесіп шығамыз. Сабынның дәмі шығады ма, немесе зиян шығар деп мен мүлдем қорықпаймын. Себебі көп жылдан бері осылай қияр жауып келемін. Дәмі керемет шығады, тіпті балалар да жей алатын болады. Бұлай мен жуамын, ал сіздер жай ғана сумен жусаңыздар да болады. Бұл менің өзімнің бақшамда өсірген көкөністерім, ал сіздер өздеріңіз бақшаларыңыздағын қолданыңыздар, немесе сатып алсаңыздар да болады. Дәл қазіргі сәтте менде укроп жоқ, сондықтан тек қана кинза мен петрушканы қосамын. Оны да бір тамшы лукпен жуамын. Петрушка, кинза және укроп, оны қалған мөлшерлеріңізде қоссаңыздар болады. Екі литр банкаға 3 бас чеснок та жеткілікті. Оны ашып жуып, екіге бөліп тураймыз. Банканы стерилдемеймін. Себебі біріншіден локпен жуамын, екіншіден біз 2 қайтара қайнаған су құйып төгеміз. 2 литр банкаға алдымен көксектерді, чеснокты, кейін бетіне қияр мен қызанақ толтырамыз. Үстінен қайнап тұрған суды құйып, 10 минутқа қақпағын жауып қалдырамыз. Мен үнемі бұралатын қақпақ қолданамын. Оны да локпен ыстық су құйып стерилдеп шаямын. Кейін суын төгіп тастаймын. Қайта екінші рет қайнаған су құйып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Осы арада біз рассол дайындаймыз. Егер 2 литр банкаға жапсақ, онда 1 литр суға 1 шай қасық смесь перцев, 3-4 тал гвоздика, 1 ас қасық толтырып тұз және де 2 ас қасық қант салып, газға қойып қайнатамыз. Бірінші рет құйылған банкадағы суды қайтадан төгеміз. 2 шай қасық 70% уксусты құйып, бетіне қайнап тұрған рассолды бұрышымен бірге құйып, қақпағын қатты бұрап жабамыз.
Мен қиярды мүлдем орамаймын. Себебі 2 рет қайнаған су құйған үшін қияр жақсы қыздырылады. Ал егер орайтын болсаңыздар, қияр хрустящий болмай қалады. Егер банкаңыз ыстық су құйғанда шытынап сынбасын десеңіз, банканың астына пышақ қойыңыз, сонда сынбайды. Видеода мен сіздерге банканы қалай оңай және тез терілдеуге болатынын айтамын. Егер менің каналым ұнаса, маған лайк басып тіркеліңіздер.